ұбт сәттілігінің кепілдігі сұрақ кітапшалары мен жауап парағын тез әрі дұрыс пайдалану іскерлігіне байланысты. Емтиханды сәтті тапсыру үшін мектеп бітірушілеріне бірнеше қарапайым ережені білуі қажет. Жауап парағы көк немесе қара түсті пастамен толтырылады. Жауап парағын былғауға, бүктеуге, жыртуға, корректор сұйығымен өзгертуге және тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығаруға болмайды. Жауап парағының қызметтік секторлары толтырылғаннан кейін сұрақ кітапшасы таратылады. Әрбір бітіруші өзіне берілген кітапшаны тексеруі қажет. Әр түсушіге тек бір дана жауап парағы беріледі. Ол ауыстырылмайды. Жауап парағын толтыру барысында жіберілген қателіктерге тек түсуші өзі жауапты екенін есте сақтаңыздар. 1-5 секторларда түсуші туралы ақпарат толтырылады. Мұнда түсуші туралы жеке мәлімет, жеке коды, түсуші отырған орнының нөмірі және оның сұрақ кітапшасы нұсқасының нөмірі. Сонымен қатар, емтихан тапсыратын лек пен аудитория нөмірі боялады. 6 сектор шығармашылық емтихан тапсыратын түсушілерге арналған. Назар салыңыздар. 6 сектормен бірге 7 және 9 секторлар боялады. Егер 5 сектор толығымен боялса, онда 6 секторды бояу шығармашылық мамандықты таңдасаңыз да қате болып есептеледі. 7, 8, 9 секторлар міндетті пәндер бойынша тапсырмалар. Әр сұрақта тек бір ғана дұрыс жауабы бар. 10, 11 секторлар бейіндік пәндер бойынша тапсырмалар. 2 секторда да бір-бірден пән таңдалады. Бейіндік пәндердің 1-20 тапсырмаларында 5 нұсқасының тек бір дұрыс жауабы болады. 21-30-ға дейінгі тапсырмаларда 1-3-ке дейін дұрыс жауабы болуы мүмкін. 12 секторда жауап парағының нөмірі көрсетіледі және боялмайды. Ал 13 секторға бітіруші қол қояды. ұбт сәтті тапсырылды.